темекі болсын, насыбай болсын, ашығын айту керек. Кейбір бауырларымыз мәкрух деп айтып жүр. Тахримен мәкрух деп. Қазіргі ғұламалар оның үкімін харамға шығарды. Енді Құранда насыбай жанында, темекі жайында анық келген аят бар ма деген сияқты уәж айтатындар да бар. Бірақ қасиетті Құранда денсаулықтың аманат екендігін, өз-өздеріңді өлімге тікпеңдер, вәлә тақтулу анфусакум, өз-өздеріңді өлтірмеңдер деген аяттар бар. Сондықтан да мынау әрбір денсаулық ол Алла Тағаланың аманаты. Сөзсіз біз оны сұраламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондықтан да 5 нәрсе келмей жатып, 5 нәрсені ғанибет деп біл дейді. Соның біріне ауру сырқау келмей жатып, денсаулықтың қадірін біл дейді. Ал Бұхар жырау бабамыз не дейді? 4-ші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатпасқа дейді. Бұл да не деген сөз? Яғни денсаулықтың қадірін біл деген сөз. Енді біз темекі тартқан кезде біріншіден өкпемізді никотинге толтырып, Алланың аманат етіп берген, демалу үшін берген біздің ағзамызды өз-өзімізге зияндық береміз. Бұл не? Яғни Алланың аманатына қарсы келу деген сөз. Бұл не? Арам болып табылады. Сондықтан макрух, басқа деген сияқты өзімізді бір жаңағыдай қорғаштап алудың керегі жоқ. Насыбай да харам, себебі ол бірінші тіске зиян, оның адамның ағза мүшесі миын, санасын кептіреді, және де ұмытшақ қылдырады деген сияқты. Сондықтан мұндай ашығын айтайық, бұл насыбай болсын, темекі болсын, үзілді кесілді арам. Яғни Құранда оған байланысты аяттар жеткілікті, тыйым салған. Сондықтан да бауырларымызға айтатынымыз, ең мүмкіншілік ай бұл Рамазан ай. Жаңа жоғарыда айттық қой, Рамазан тыйылу ай. Сіз күндіз бойы қанша сағат ауыз берік болғаныңызға қалайша шыдағаныңыз секілді, ауыз ашқаннан кейін де солай ауыз жабық кездегі шыдағаныңыз секілді ауыз ашқаннан кейін де шыдауға болатындығы. Насыбайды, темекіні тастауға ең мүмкіндік ай осы Рамазан ай. Сондықтан да мұсылман бауырларымызға айтатынымыз, намаз оқып жүріп та насыбай, темекі шегіп жүрген бауырларымызға айтатынымыз, бұндай жағымсыз, жиіркенішті амалдардан сақтанғаныңыз дұрыс.